Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бірінші сынып ана тілі бірінші сабағын өтетін боламыз. Сабағымыздың тақырыбы сөйлеу не үшін қажет. Бірінші жаттығу: суретке қара, оқы. Жер бетінде алуан түрлі тіршілік иелері бар. Солардың ішінде адам ғана сөйлей алады. Сөйлеу адамдардың бір-бірімен түсінуі үшін қажет. Ал балалар, төмендегі сұраққа жауап берейік. Сөйлеу не үшін керек? Жарайсыңдар. Сөйлеу адамдардың бір-бірімен түсінуі үшін қажет. Біздің сөйлеуіміз тыңдау, айту, оқу және жазудан тұрады балалар. Екінші жаттығу: өлеңді түсініп оқы. Әр нәрсенің мәні бар, әркімнің өзі әні бар. Өз тілінде сөйлейді жердегі жан-жануар. Бүркіт, барыс, қасқыр да дауысынан танылар. Ана тілін білгеннің маңдайының бағы бар. Өлеңнің авторы Нәсіпбек Айтұлы. Ал төмендегі сұрақтарға жауап берейік балалар. Бірінші сұрақ: өз тілінде сөйлейді дегенді қалай түсінесің? Адам өз ана тілінде, яғни кішкентайынан үйренген тілінде сөйлегенін білдіреді. Мысалы, қазақ баласы қазақша сөйлесе, ол өз тілінде сөйлеп тұр. Ал екінші сұрақ: жан-жануарлар сөйлей ала ма? Жан-жануарлар адамдар сияқты сөйлей алмайды. Өйткені олардың тілі мен сөйлеу аппараты адамкіндей дамымаған. Бірақ олар да өзара қарым-қатынас жасай алады. Мысалы, дыбыстар арқылы: иттің үруі, мысықтың мияулауы, ырылдау, қыңсылау олардың көңіл-күйін, қорқынышын, ашуын білдіреді. Денемен, қимылмен: құйрығын бұлғау арқылы, қанатын жаю арқылы да ақпарат береді. Иіс арқылы: әсіресе иттер иіс арқылы бір-бірін танып, хабар жеткізеді. Үшінші жаттығу: көркем жаз. Көркем жазу дәптерлеріңе жазып қойыңдар. Әлдейінен ананың, үйрен ана тіліңді. Төртінші жаттығу: сәйкестендір. Қарқылдайтын не? Я, дұрыс, қарға. Қаңқылдайтын не? Жарайсың. Қаңқылдайтын қаз. Шиқылдайтын не? Шымшық. Ырылдайтын не? Әрине, ит. Міне осылайша сәйкестендіріп қоямыз. Балалар, бірінші сабақтың 4 жаттығуын жасап болдық. Сабақ аяқталды, сау болыңдар. Келесі видеоны көру үшін каналға тіркеліп кетіңдер. Рахмет.